Балалар, қазір математика сабағы. Математика пәнінің ортақ тақырыбы сәулет, ал бөлімшесі координаттар нүктесі және қозғалыс бағыты. Сабақтың мақсаты жазық фигурада белгіленген нүктелердің орнын бір-біріне қатысты анықтауды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін сендердің назарларыңа видеоресурсты ұсынамын. Берілген видеоресурсты мұқият тыңдай қойыңдар. Координаттар латын тілінен аударғанда ко бірге және ординатус тәртіптелген, анықталған деген мағынаны білдіреді. Демек, жазықтықтағы кез келген беттегі не кеңістіктегі нүктенің орнын анықтайтын сандар. Жазық фигураны сызбастан бұрын координаттарды анықтау алгоритмін жасап алайық. Жазық фигурада белгіленген нүктелердің орналасуын анықтау үшін алдымен көлденең сызық бойынша бірінші координат нүктелерін табамыз. Тік сызық бойынша екінші координат нүктелерін табамыз. Қиылысты тауып, нүктелердің координаттарын жазамыз. Нүктелердің координаттары 3В, 10Г. Координаттардан қалай берілгенін немесе қалай беру керек екенін түсіну маңызды. Біз нысанды табамыз ба, жоқ па, осыған байланысты. Ол үшін келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада жазық фигурада белгіленген жануарлардың орналасуын анықтап, координаттарын жазыңдар. Берілген тапсырманы орындау үшін төмендегі дескрипторларды басшылыққа алыңдар. Жануарлардың орналасу координаттарын анықтай алады, орналасу координаттарын жаза алады. Өзіңді тексер. Қоянның орналасу координаты 2Б. Жарайсың. Мысықтың орналасу координаты 4Ә. Тамаша. Балықтың орналасу координаты 6В. Жарайсың. Тасбақаның орналасу координаты 8А. Тамаша. Торғайдың орналасу координаты 10Г. Жарайсыңдар балалар. Сендердің жауаптарың дұрыс болғанына сенімдімін. Балалар, видеоресурспен танысып болсаңдар, дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн атауын, оқу тапсырмалары және көркем жазу сәтіне 7 санының барлық элементтерін сақтай отыра жаза қойыңдар. Ендеше балалар, бірінші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бірінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 54-ші бетіндегі номер 2-ші тапсырманың асы және әсі. Балалар, бұл тапсырмада сендер әріптердің координаталарын анықтау керексіңдер. Бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Бірінші, әріптердің координаталарын анықтайды, екінші, көркем жазады. Екінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 55-ші бетіндегі номер 3-ші тапсырма. Номер 3-ші тапсырмада план берілген, осы планнан кез келген нысанды таңдап, оның координаталарын анықтауларың керек. Ендеше балалар, бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жүзеге асады. Бірінші, кез келген 4 нысанды таңдайды. Екінші, координаталарын анықтайды. Балалар, тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, әдеттегідей маған кері байланыс беруді ұмытпаңдар. 3 леп белгісі маған бәрі түсінікті болды. Леп белгісі және сұрақ белгісі. Әлде де сұрақтарым бар. Сұрақ белгісі әлде де көмекті қажет етемін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды.